Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында қалай бауырды тазалауға, қалай күтуге болатын жайында айтатын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге керек ақпараттың барлығы осы жерде айтылған. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Бауыр ағзадағы тазалаушы құрал. Әсіресе тамырда ағатын қанды тазалайды. Бірақ біздің жағымсыз әрекеттеріміз, салауатты өмір салтын сақтамағандығымыз, көп көлемде дәрі қабылдағанымыз бауырға зиянын тигізеді. Соның салдарынан бауырдың жұмысы нашарлайды. Осы кезде бауырды тазалау үшін мына әдістерді ұсынамыз. Мейіз тұнбасы. 400 мл суға 150 грамм мейізді жуып тазалап алыңыз. Ыдысқа қажетті суды құйып отқа қойыңыз. Су қайнаған соң мейізді салып 20 минут баяу отта қайнатасыз. Дайын болған соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішесіз. Ескеру керек жайт. Тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырасыз. Осылайша үзбей 4 күн жүргізесіз. 2 күннің ішінде нәтижесін байқайсыз. Тұнбаны түнге қарай дайындаңыз. Тұнбаның ешқандай да зияны жоқ. Тіпті 1 ай ішуге болады. Бірақ ем кезінде майлы, қышқыл және алкогольді ішімдікті шектеу керек. Сулы тұнбасы. 3 литр ыстық суға 1 стакан сулыны салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 10-12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мл-ден ішесіз. Емді күніне 2-3 рет қабылдау керек. Бүлдірген жапырағы мен 2 ас қасық ұнтақталған қайың бүршігін саласыз. Үстіне 4 литр су құйып, тұндырып қойыңыз. Ертеңіне мына тұнбаны дайындайсыз. Ол үшін 1 стакан кептірілген итмұрын мен 2 ас қасық тараны да араластырасыз. Оған 100 мл су құйып отқа қойыңыз. Ыдысты баяу отта 15-20 минуттай қайнатыңыз. Сосын тұнбаны сүзіп алыңыз. Енді 2 түрлі тұнбаны араластырып 100-150 мл ішесіз. Енді күнде тамақтанудан алдын қабылдаңыз. Емдеу мерзімі 2 апта. Сәбіз шырыны. 2-3 дана сулы әрі балғын сәбізді шырын сыққыштан өткізіңіз. Оған қант қоспайсыз. Дайын болған шырынды 200 мл минералды газсыз сумен араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды өте жай оттаммен ішіңіз. Емді күнде таңертең аш қарынға жүргізу қажет. Емдеу ұзақтығы бауырдың жағдайына қарай 3,5 айдан 8 айға дейін жалғасады. Ақ желкен тұнбасы. 1 бума ақ желкенді тазалап, жуып алып, ұсақтап турайсыз. Оған 4 дана сулы сәбізді, 2 сабақ балдыр көкті және 1-2 дана лимонды қосып, блендермен араластырасыз. Дайын болған сұйықтықты таңғы астың алдында ішесіз. Шөптер тұнбасы. Жарты литр қайнаған суға 3 ас қасықтан ұнтақталған итмұрын, бақбақ және қалақай шөптерін саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып тұндыру керек. Сосын салқындаған кезде сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Емді тамақтанудың алдында 30-40 минут алдын жүргізесіз. Бұл тұнба зат алмасуды жақсартады, өттің жұмысын реттейді, бауырдағы шлакты шығарады. Емдеу ұзақтығы 1 ай. Араға 2 ай үзіліс жасап, емді қайта жүргізуге болады. Келесі 3 шөптің де атқаратын қызметтері орасан. Итмұрын зат алмасуды жақсартып, өттің шығуын тездетеді. Бақ-бақ бауырды улы заттан, шлактан керемет тазартады. Қалақай өттің тез әрі дұрыс шығуына ықпал етеді. Сонымен қатар өт жолдарын шлактан тазалайды. Ендеше дәріханада сатылатын осы 3 шөпті алып, бауырды жуыңыз. Бауыр шлактан тазарса, ағзаның саулығы жақсарады. Көңіл күйіңіз көтеріледі, иммундық жүйеңіз нығаяды. Ал достар, осымен сау саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Комментарияға тағы да қандай тақырыптар жайында тема қозғағанымды қалайсыздар, жазып кетсеңіздер болады.